көпшілік, қадірлі қауым, жамағат. Қазақ елі қабырғасы қайысып, ардақты ұлы, еңбек ері, Кеңестер одағының, Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың бірнеше дүркін иегері, абзал азамат, аяулы әке Асанәлі Әшімұлының дүниеден озуына байланысты 2 күннен бері қара жамылуда. Елге сүйікті болудың шарықтау шегіне шыққан Асанәлі ағамызбен қоштасуды 6 күнге қойсақ та, талассыз таусылмайтын мына нөпір жаназа үшін тоқталу керек. Сондықтан енді Асанәлі ағамызбен ресми қоштасу қаралы жиын ашық деп жариялаймын. Алғашқы сөзді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның көңіл хатын оқу үшін және қауымға өзі көңіл айту үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Ерлан Карим мырзаға ұсынуға рұқсат етіңіздер. Қауым, ең алдымен баршаңызға қайғырып көңіл айтам. Қазақтың көрнекті қайраткері, халық артисі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімұлы Әшімовтың қазасы бәріміздің қабырғамызда қайып тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қаралы хабарды естіген бойда Асанәлі ағамыздың отбасына, туыстары мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын. Алдымен мемлекет басшысының көңіл айту хатын оқып беруге рұқсат етіңіз.